сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе апай? Бізде Арал теңізі әлемдегі ең үлкен төрт көлдің бірі болған. Аумағының өзі 6,5 миллион гектар болған екен. Бүгін шырай күнде теңіз тартылып, кей жерлері шөлге айналды. Тарихқа сай шегіс жасап, алтын ордаға кезіндегі арнасы толы аралдың қатарларына көз салсақ. Біз Қадыр Мырзалидің өлеңін оқыдық. Енді өлең шумақтарын есімізге түсіріп, ортбол арқылы дұрыс жалған ойынын ойлайтын боламыз. Көгілдір жасыл айдын жалға. Жалға 5 жыл болды, Арал ағайыным аңсаған. Енді құтқару мүмкін емес. Бұрын бұл үлкен жүзді тұйық көл болды. Енді ол ақырындап бітеді. Где скоты, где дуз, рух, бирмен тогжис жармабес, жылы, сол артель, кай стороны, курмын мен басталды. Арал теңізде кезде планетамыздағы ең үлкен теңіздер болды. Қазіргі уақытта ол сондай күндер сырып тартылды. Арал Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан береке көл. Оның суын 20 ғасырда суға ұтымсыз пайдалану нәтижесінде ол тез кете бастады. Арал теңізі Қазақстандағы су айдыны. Арал теңізінің экологиялық апатқа ұшырауы оның көлемін қысқартты. Жақсы.